атсалысқан адам. Соғыстың жүріп жатқанына қарамай, жаңа ғимараттың салынуына да қаражат қарастырып, оның іргесі қаланған. Арқасында пойыздар жүріп жатыр, темір жол осы кісінің арқасында салынған екен. 1947-50 жылдары оңтүстік-солтүстікке қосатын үкіметтің мойнынан түсті. Қара металлургияға да сұранса, жаңа қала пайда болды. Оның атын Оңдасын Теміртау болады. Маңғыстаудағы Ақтау қаласының атын қойғанда Нұртас Оңдасынов. Нұртас Оңдасынов 1904 жылы Түркістан қаласының түбіндегі Амангелді колхозында дүниеге келген. Ата-анасынан жастай айырылып, сол кезде алаш зиялысы Сәдуақас Оспанов басшылық еткен Ташкент мектеп-интернатында тәрбиеленеді. Орыс тілінен Ғали Мұратбаев, араб тілінен мәшһүр Жүсіптің Әмин Жүсіповтен дәріс алады. 1922 ол кісімен қандай байланыс болды? Соны айтып берді. Өзінің жанына орынбасар ретінде жұмысқа алды. Әжейді тәнті еткені Нұртас Оңдасыновтың қарапайымдылығы болса керек. Жасы кіші болса да әкесінің інісі Майхан атасына келін боп отырған жолын сыйлап, қазақы ибамен жеңеше деп жылы сөйлеуі тәнті етті дейді. Елге аса сирек келетін, әрі қазақ елін қаншама жыл басқарған ұлы тұлғаның бұдан да басқа қырлары Баян әжейді тағы қаншама рет таң қалдырса керек. Көз тірісінде көрнекті қайраткер өзінің орындалмаған үш арманы барын айтып кеткен екен. Бірі жас кезінде ғылым қуа алмағаны болса, екіншісі елде талай талантты жігіттерді қызмет бабында өсіре алмағанын айтыпты. Ал ең аяулы арманы да зор өкініші зейнеткерлікке шыққан соң өз елінде тұрып, ағайын туыспен етене жақын араласа алмағаны болыпты. Жақсының аты өлмейді. Алматыда Абай атындағы опера және балет театрын, қыздар педагогикалық институтын құрып, еліміздің мұнай-газ саласын игеруге ұйытқы болған Нұртас Оңдасынов есімін бүгінгі ұрпақ та біледі. Ауылдың еңкейген қариясынан, еңбектеген баласына дейін тұлғаны кішкентайынан танып өсіп келеді. Нұртас аға, биік еді мұратың, жан азеті оны бірақ ұғатын. Сенің тұлған көп бейненің ішінде өзгеше боп, ерекше боп тұратын. Таза болған ақ күмістей жаныда, таза болған қазақилық қаныда, таза болған ойы менен сезімі, таза болған ұяты мен арыда. Қанша заман келер кетер жаңғырып, сөзбенсін өткен күнге қалдырып, қай заманмен қай кезде де өлмейтін Нұртас аға, сенің орның мәңгілік.